Бұл видеода осындай аяздан жасап көрейік. Бізге бірінші не істеу керек? Бізге бірінші өзіміздің цветовой палитрамызды жасап алу керек. То есть мынандай көк цвет, мынандай более светлый сары цвет, және де темный цвет, то есть оттенктарын. Ол үшін не істейміз? Ол үшін мына Corel Draw'ның астыңғы жағына барамыз да пипетканы аламыз. Және де бізге керек цвет таңдаймыз. Ақ қаланың үстіндегі тұрған, допустим, мынандай яркий цветті аламыз. Мына жерде бір цвет пайда болды. Енді тағы бір цвет қосу керек бізге. Міне более яркийін алайық бірінші. Мынандай цвет, содан кейін более бір темный цвет, мынандай мысалы, мынау темный цвет. Енді тағы бұл көктің оттенктар. Мысалы мынандай орташалау. Біз көк цвет дайын деп ойлайық мысалы. Енді бізге сарының более светлый цветтер керек. Мынау бізде ақ цвет практически. Кішкене сарыға жақын. Бір қоңырлау цвет алайық. Қоңырлау, шлейк қоп қоңыр емес, мынандай. Допустим, осындай цветтер бар. Бізге не істеу керек ақ қаланы жасау үшін? Бірінші бізге думалақ форма жасап аламыз. Контролды басып тұрып, думалақ жасадық. Енді бізге бұның астың жағын кесіп тастау керек бұлай. Тура абсолютный думалақ болып тұрған жоқ. Ол үшін 4-1 фигураны аламыз да, примерно осындай жерден кесеміз. Міне осылай. Осыншалық жетіп қалады деп ойлаймын. Кішкене төмен түсірейік. Төмен түсірдік. Енді екі фигураны бірге бөлейміз да, исключениеге басамыз. Сол кезде біздің ақ қаламыздың астыңғы жағы кесіледі. Мына жерде кішкене былай созып жіберсек болады. Бұл жерде өйткені абсолютный думалақ форма емес. Или былай жоқ. Былайынан дұрыс болар. Чуть-чуть кішкене төмендеу жасау керек. Міне. Енді бізге думалақ форма жасау керек. Астында да тағы осындай кішкене үлкендеуін. Примерно осындай жетіп қалар. Енді бізге мынандай градиентті қалай жасау болады? Градиент жасау үшін бізге мешті қолданамыз. Мен мына жерде меш интерактивный заливканы бассаңыз, астында заливка сетью деген бар. Осын қолданасыз. Заливка сетьюді аламыз да. Бізде сетка пайда болады. Сол кезде бізге мысалы мынау төменгі жағы бізде более светлый. Оны бояу үшін бізде свет мына жақтан түсіп тұр ғой. Сол үшін бізде мына жақ светлый болады. Ең төменгі мына жағын аламыз да. Цветке бояймыз. Мынау бағана біздің палитрамыз дайын болды ғой. Сол палитраны ала берсек болады. Мына жерден бізге цвет керек. То есть боялмай тұр неге. Так, қайтып мешті аламыз. Мына жерден, допустим, міне боялды. Енді бізге примерно тағы үстің жағы мына жері кішкене үстіден цвет түсіп тұр, по-моему. Осы жерден бояйық. Содан кейін мына орта жағын более темный, көрдіңіз, екі рет шертсеңіз тағы бір узел пайда болады. Сол жерден более темный, мынандай немесе мынандай. Жоқ, қайтып белгілейік. Мына жерден белгілейік. Жоқ, шлей темный болып кетті. Мынандай примерно. Так, енді мына жағы бізде кішкене светлый, то есть мынау цвет болып тұр ғой, бірақтан біз оны кішкене более көкке жақындау қылу керек біз ба, қалай жасасақ болады оны. Осылай жасаймыз да, және міне осылай болады сияқты. Және де мынау жоғарғы жағы бізде более светлый көк болып тұр. Более четкий болып тұр да. Мынандай қоямыз да. И осы жерден более яркий светін алайық. Кішкене повеселее болсын. Және де мына жерде де сондай цвет қылсақ болады. Алдық мысалы. Біздің бағана соңғы жасаған цветіміз. Төменгі жағын дайын. Мына несін алып тастаймыз. То есть шет жағындағы рамкасын. Енді көзін жасалайық. Көзі бізде думалақ, бірақтан кішкене былай қисық тұрған думалақ. То есть думалақ форманы жасап аламыз мынандай кішкене. Және де бұл
Былайынан кішкене қисайып тұр негізі. Міне осылай кішірейтеміз. Блик жасап алсақ болады мына жерге. То есть блик тұр мына жерде бізде. Мынандай примерно кішкентай қылсақ болады оны. Бликті жасап алайық. То есть анау көздегі яркий цветтер ғой. Бұл практически абсолютный ақ. Ну, абсолютный ақ емес, бұл жерде бір көкшіл болып тұр ғой. Көкшіл, мынандай көк, и осының яркий түрі. Көкті қоямыз да, более яркий қыламыз. Мынандай рамкасын алып тастаймыз. Белгіледік та, рамкасын алып тастадық, оң жақ мышканы басамыз. Және де бізде мынау абсолютный қара қылып көрейік. Практически осындай болып тұр. Бізде көзіміз дайын. Енді Ctrl-G-ға басамыз да, группировка жасаймыз. Және де кішірейтеміз. Shift басып тұрып кішірейтсеңіз болады. Ол примерно қай жерде тұр? Үстінен тура ортасында емес. Бұл тура ортасында емес. Жоқ, кішкене үлкенірек. Чуть-чуть. Примерно осындай. Такс. Бұл кішкене сұқыл жаққа қарап тұр, байқасаңыз. Мына жаққа қарап тұр. Мына жаққа емес, кішкене мына жаққа қарап тұр. Сол үшін мына жақ кішкене үлкендеу болу керек. Тағы кішкене расплющить жүреміз. Чуть-чуть. Болды, жетер. Кішкене тағы да бүйтіп бұрамыз. Бізде көздері дайын болды практически. Енді жоғары қарай көтереміз кішкене. Орта жаққа. Плюс дейміз да, копирование жасаймыз. Тура сондай. Так, на екеуі дайын көз примерно. Және де біз мұрнын жасаймыз. Мұрны бізде негізі конусообразный болып тұр. Енді бізге бұның аузын жасау керек. Аузын жасақ форманы аламыз. Былайынан алдық. Жақындатайық. Жақындаттық. Енді мына жерде дуга деген басамыз. И форма инструмент аламыз да. Мына жерге дейін біздің керекті жерге дейін кішірейтеміз. Примерно мына жер. Мынау да примерно сондай. Және де біз астың жағын то же самое бірінші бояп алайық. Мышты қолданып то есть контурды алып тастаймыз да. Мышты аламыз. То есть так, бізге мынаны кішкене бүйтіп мұжу керек. Мұжамыз төмен қарай. Және де бізге ортаңғы жағы бізде темный цвет болып тұр. Қазір көзде, то есть аузын қазір бөлек істейміз. Мына жердің мынандай цвет, более темный цвет. Мына жерінде тағы бір точка создавать етейді. Тоже бір темный цвет белгілейміз да. Темный цветке бояймыз. Енді мынау ортаңғы жағы бізге тура мынандай цвет болып тұр практически. Осын белгілейміз да, мынандай цвет қоямыз. Және де мынау оң жағы бізде мынандай бағана біздің светлі оранжевый цветіміз болып тұр. Мына жағы да сондай. Мына жағын белгілейміз. Так, мына жағын бізде мынау қалған мына жерде светлый негізі. Мына жер светлый аламыз. Белгіленбеді ме? Үстіге кішкене жылжытып жүрейік.
мына жер бізде кішкене қисайып кетті енді. Былайынан усиктарын ұстаймыз да кішкене дұрыстап жібереміз. Мына жер тура сондай. Усиктарын өзелге басамыз, усиктарын қозғаймыз да төмен басамыз. Енді біздің қаламыз практически дайын. Бізге аузын дұрыстау керек, содан кейін мынау нелерін жасау керек, то есть түймелерін жасау керек. Ол үшін тура сондай, мысалы, үстінен қойып жасай берсеңіз де болады, немесе мына жерден давайте. Бізге енді қолдарын жасау керек. Бірінші мына жағының цветтерін бояулайық, мынау мышпен. То есть мына жерді аламыз да, тоже самый цвет. Көрдіңіз ба? Цветтерді эксперимент жасай берсеңіздер болады. Мына жерді алып, мысалы, мынандайға бояп, более оранжевый қылып бояса болады. Мына жерден, то есть үстінен барамыз да, более сарыға жақындау қылып, чтобы әдемірек көрініп тұрсын десеңіз. Мына жерде тура сондай. Давайте мынандай әдемілеу цвет екен мына жер. Так, мына жерінен көрейік, осындай цвет бояп. Көрдіңіздер ме? Қандай цвет? Міне, бізде мына жағынан бір свет түсіп тұрған сияқты. Бірақтан мына жерде кішкене әдемілік болу үшін мына жерге мынандай цвет қойсақ болады, или мынандай, осылай дұрыс болар. Так, бізге мына жерде енді мына күлкісін жасау керек. Ол үшін инструмент безден аламыз, то есть мына жерге бір рет созамыз, мына жерге тағы бір рет созсақ. Бәрін бірге белгілеп, біріктіріп жүрейік. Және де бұның размерін үлкейтеміз. Размерін бізге 0,2 болса, 0,25 деп көрейік. 0,25 кішілеу, бізге 0,05 көрсек. 0,5 көрсек, в принципе 0,5. И бұны аламыз да объектке кіреміз. Объектке кірген кезде преобразовать абрис в объект дейміз. Сол кезде бізге бұл объектке айналады. То есть бұл жерде неге біз бұны объектке айналдырдық? Өйткені бізде бұған не қою керек? Былайына кішкене көтерірек, төмен түсірейік. Градиент қолдану керек. Бізге бұл жерде аламыз да интерактивный заливканы басамыз, градиентке басамыз. Және де бізде мынау оң жақ цветі бізде более яркий болу керек. То есть мынандай қоңыр болу керек. Мына жағы более темный, осылай болса да болады негіз. Көрдіңіз ба? Сол кезде бір иллюзия пайда болады. Және де мына жерін более светлый қылсақ болады бізге. То есть қайтып заливка сеткиді аламыз да, мына жерден бір точка жасаймыз. Және де оның цветін мынандай қыламыз. То есть белгілейміз да, цветін осындай қыламыз. Жоқ, болмады негізі. Ол үшін не істеу керек бізге? Ол үшін мына жерден тағы бір точка жасау керек. Және де мынаның цветін бояп көру керек енді. Енді бояп көрейік. Енді дұрыс болды кішкене. Так, енді бізге қолдарын жасау керек. Қолдарын жасау тура сондай безені қолдансаңыз болады. Безені объектке айналдырайық. Так, преобразовать в абрис. То есть айналдырғанбыз ба, айналдырмадық па?
ол үшін форманы алайық та айналдырған екенбіз. Мынаны кішкене төмен түсірейік. Күліп тұрған сияқты болсын да. Міне біздің жаңағы неміз дайын болды. Бұл жерде менің көрсеткім келгені, бағанағы бізде сетка заливкай бар ғой, осыны көрсеткім келді, қалай жұмыс істейтін. Негізі мен стандартный бойынша жұмыс істедім, бірақтан сіздер өзіңіздің неңізді алсаңыз болады. Мына жерде көбірек жасады, мысалы деген сияқтышы. Мына жерде сан прямоугольный емес, свободный қолданса болады. Бұл жерде негізі просто осындай обычный формадан көрсеткім келді. Бұл жерде көрдіңіз бе, бір думалақ форма сияқты создавать жасалды да. Бір думалақ сияқты форма, әсіресе мына жері. Біз мына жерге де жақсылап істесек болады негізі, чтобы мынау екі думалақ форма сияқты болып тұрсын. Мынау более плоский болып тұр, көрдіңіз бе? Мынау более думалақ форма сияқтыға келді, өйткені мына жерде светлый байқалды, мына жерден свет түсіп тұрған сияқты болып тұр. Бүгінге осы енді.